Polishing state. Polishing state дегеніміз осы біздің жасалып жатқан анимациямызды одан әрмен осы компьютердің безьер түріне ауыстырған кездегі анимациясының твиктары десек болатын шығар. Яғни біздің қазіргі істеп жатқанымыз ол constant интерполяциясы болатын болса, мына жақта көріп отқандарыңыз. Мен қазір мына нелерімді алып тастайын. Күштірек көрінеді сол кезде. Біздің қазіргі істеп жатқанымыз ол constant state, яғни blockout деп айттық. Мына жерінде кішкене не то болып отыр. Мына жағын сәл түзеп жіберейік, сосын барып біз polishingға кірісейік. Кішкене андай перфекционизм қосылып отыр. Былай қарай келген кезде бұлдап кішкене қатты кетіп отқан сияқты. Мына жер ұзақ болып отыр. Және мынаның дугасы тоже кішкене дұрыс емес болып отыр. Ал енді мынаны біз polishing кезінде түзеп жүрейік. Дәл қазір polishing ауыстыру үшін біз белгілеп аламыз. R емес, T, безьер. Енді анимациямызды бір қарап шығайық, қалай түрде екен, блокауттан қалай аударылыпты. Энергиясы вообще жоғалып кетті ғой, солай ма? Енді байқап тұрсаңыздар, бұл жақта көп жерлерінде easy in ease out жиі болып жатыр. Мына жақтан бүйтіп келіп, былай қарай түскен кездегі андай күштер дұрыс сезілмей жатыр. Мына ұрылған жердегісі, мына жаққа мына жерден былай келіп, былай кеткендері барлығы дұрыс сезіліп жатқан жоқ. Енді polishing кезінде соның бәрін түзейтін боламыз. Ал ол үшін ең алдымен біз кішкене motion path'ты қосып қояйық. Motion path'ты қосу арқылы біз осы сүйекті қосып атқаннан кейін осы сүйекке motion path'ты қосамыз да доптың түскендегі кадрларының айырмашылығын байқайық, яғни дугасын барлығын. Біз constant кезінде оны қосқан жоқпыз. Енді қазір қосайық. Ол деген motion path деген андай емес та. Сіздер безерде ғана қосу керек деген шарт емес. Мен андаймын да. Блокаут кезінде барлығын қолмен жасаған ұнатам. Сол үшін motion path болса андай көзіме кедергі келтіреді. Енді мына жерде кедергі келтірсе де қарауымыз керек. Так, in range, frame range, manual range, calculate, yes. Қара жіберейік, не болып жатыр екен. Ең басындағы мына жер. Міне 13 пен 20-ның арасы кішкене дұрыс сендірпей тұр. Осының арасын кішкене алшақтатайық. Айтпақшы polishing жасалған кезде ол таймингта өзгеру әбден мүмкін. Сол үшін блокаут кезінде ол сіз примерный таймингта қойып алсаңыз, осындай доп деген секілдерде енді кейіпкердің performance дейді ғой, яғни кейіпкердің актингін жасаған кезде ол блокаут кезінде барлығын шешіп алуыңыз керек. Ал polishing кезінде сіз тек қана сол кадрлар қаншалықты более смуз болып көрсетіледі, сондай да негізден. Андай емес та айтайын дегенім. Мысалы бір адам бүйтіп ойбай деп отыр да, и потом келесі кадрда бүйтіп ойланып отырса, компьютер оны алады да бүйтіп еткізе салады. Сол үшін сіз компьютерге более точный информация беруіңіз керексіз да. Мысалы бірінші кадрда бүйтіп деп тұрса, келесі кадрда ол бүйтіп келіп деп сосын барып деседі. Ондай болса сіз информацияны былай беруіңіз керексіз да. Бірінші кадр мынау болса, екіншісінде бүйтіп, үшіншісінде былай, и одан кейін былай. И сол кезде компьютер оны алады бүйтіп деген сияқты алып келеді, бірақ сонда да жеткіліксіз да. Блокаут
стадиясында соның барлығы шешілу керек. Яғни актер, яғни біздің кейіпкер ол актер ғой. Сол актеріміз қалай қозғалады, барлығын сол кезде шешуіміз керек. Енді дәл қазіргі кезде біздің актеріміз ол мына доп. Бұл доптың қозғалыстарының траекториясын білу үшін біз жалпы түрде қойып шықтық блокаут стадиясында. Бірақ ол блокаут болғаннан кейін бізде констант режимінде болса, ол кішкене дугалар қатты оқыла кетпейді. Енді мына жерде ол әрбір кадр ол маңызды да. Сол үшін біз мына polishing стадиясында кішкене отыруымыз керек болады. Және ол констант кезінде көзді алдап тұрған затты мына жақта алдатпай қалуы мүмкін. Констант кезінде біз бір кадрды біраз көріп қаламыз. Мысалы 3-4 кадр бойынша сол бір жерде тұрады. Одан кейін келесі кадрда резко басқа бір жерге пайда болады. Ал мына жақта біз әрбір кадрды көргендіктен, сол әрбір кадрдың осы сценада қай жерде орналасқаны ол өте маңызды. Мына жақта кішкене тұру керек те, мысалы андай сияқты болу керек. Допына ең қырына келеді да бүйтіп түсейін ба, түспейін ба деген сияқты чувствоны беру үшін мына жақта кішкене уақытты созайық. Бірінші кадрында былай қарай сырғанап өтеді екен. Бізге ондай керек емес. Бізге мына жаққа келсін. Айтпақшы, блокауттың кадрларына біз арасына тағы да ключтар қоюымыз мүмкін. Мынаны былай қарай жылжытайын. Яғни ол мына қырымен түсіп жатыр ғой. Мына ключ мысалы кішкене төменірек болу керек та, өйткені ол уже төмен қарай тарта бастады гравитация. Мына жақта бір кішкене баяулау бар некеңіз. Сол үшін 36-шы кадр кішкене түсірсек. Кадр саны өте көп, мына 41-ші кадрға дейін. Сол себептен мына кішкене былай қарай импактты сездірту үшін, яғни ол естеріңізде болса, бағана мен айтып едім, ол кез келген зат, ол жерге жақындаған моментте оның күші ең көп болады. Яғни жерге соғылар кездегі момент, ол жылдамдығы ең көп және энергиясы ең көп, потенциалды энергиясы. Мына жерге ұрылған моменттен бастап, ол энергиясын барлығы үстіне қарай қайтадан жіберіледі. Сол мыжылған момент сквош болады. Мынау более-менее сияқты, бірақ бастапқы мына кадрлардың аралығын сәл ашуға болады да. Ой, сен емес мына жаққа. Мынаны аралығында кішкене ашсам. Ой, 0. Мына аралықты да кішкене 34-ші кадр болса, мына жақта мынандай болу керек қой, доп битіп келе жатыр да. Сосын барып битіп томалап түскеннен кейінгі скоростың енді алып атқанын көрсетуіміз керек та. Осы сол үшін мына 34-ші кадрды сәл ғана мына аралықтарын битіп жиілетсем болады. Мына 39-ші кадрды бәлкім былай қарай қойсам екен. Мына жақтың жалпы түскенін кішкене түсініктірек болған сияқты. Мына жақтағы дугасын қарасаңыздар, кішкене андай жалған сияқты көрініп тұр. Неге десеңіздер, мына жақта ұрылғаннан кейін ол былай қарай келді де, өзінің қалауымен былай қарай кетіп қалған сияқты болып тұрды. Солына кішкене түзеп жүрейік. 47-ші кадрда біз сәл астына түсірейік былай қарай. Сәл ғана. 43-ші кадрда
airtime кішкене өте көп болып кетті. Ой, сташ деп ашып жүрмін. Айтпақшы мына жақта сташ, pushdown дегендерді сіздер басып жіберсеңіздер, қорқып кетпеңіздер, это нормально. Ctrl-Z бассаңыз, немесе егер де кетіп қалған болса, мына жақтан белгілесе қайтадан өз акшаңызды баса бересіз. Яғни мына сташты басып жіберсеңіз, жоғалып кетті анимациясы, бірақ қайтадан қосыла аласыз. Бұл жақтағы сташ дегеніміз андай, осы анимацияңызды сақтап қояды да. Андай NLA деген панель бар. Сол NLA панелімен жұмыс істейтін терезелер ғой мыналар, батырмалар ғой мыналар. Мысалы мына жақта 43 пен 47-ның арасы сонда да кішкене көп болып тұрды. Жоқ, пластик. 41-ші кадрдан былай қарай келетіміз. Мынаны біз жаңалап жіберейік бағана. 50-ші кадрдың арасы кішкене ұзақ болып тұр. Елуінші кадр, қазір бізде 49 болып кетті ол. Кішкене бүйтіп жылжытсаңшы. Мына жақтағы мынандай дугасы кішкене сендіртіп тұрған жоқ сияқты. Былай істесекші, егер де мына доп былай қарай түскен кезде мынаған ұрылады да, мына жақтың былай қарай жіберетін энергиясы әсер еткеннен бұл қатты үстіне қарай кетпейді, бірақ мына бағытта кетеді да, былай қарай түссе, мына жерге қарай түссе, 51-де мына жерде болса, немесе 52-ші кадрда осы жақта болса. Қара жіберейік. Қырық алтыда сәл төменірек болады, 43-те сәл төмен болады. Сәл көтерейік. Осыны бір қара жүрейік. Енді мына жағы бізге более-менее секілді, бірақ байқасаңыздар, мына араларындағы, кадр араларындағы дистанция дейді ғой, дистанциясы бірдей болғаннан ол кішкене лайнер сияқты көрініп тұр, андай компьютердің генерированный сияқты. Бірақ дәл осы кезде бізге ол нормально болып көрінеді. Мынаны сәл былай қарай бұрсақ болады, өйткені ол кішкене скорость алды деген сияқты болады. Яғни бұл жақта әрине айта алмаймыз, бұл 100% реалистичный деп айта алмаймыз мына затты. Өйткені бұл жақта біз доптың характерін біз шамамен беріп жатырмыз да. Мына 59-ші кадрдан кейінгі 62-ші кадрда аралары өте алыс, оның үстіне мына жақ тығыз болып кетті. Сол себептен мына жақ кішкене баяу сияқты болып тұр. Мына аймақ баяу болып тұр. Және ары қарай мына жаққа дейін ақырын қозғалып жатыр да, қарасаңыздар. Көрдіңіз ба? Именно мына жерден боп деп түскен жері андай. Не то сияқты болып тұр да, андай. Ақырын кеп түсіп жатыр да, бізге андай кішкене соққының жылдамдықты көрсету керек.
Сол үшін мына 64-ші кадрды бәлкім былай қарай жылжытсақшы. Былай қарай келді. Мынау ақ нүктелер, мыналар, олардың бәрі кадр екенін ұмытпаңыздар. Мысалы 55-ші, 54-ші, 55-ші кадр деп тұр. Мына жақта 56-ші кадр осы жерге ақ нүкте. 57-ші кадр ол мынау, 58-ші кадр мынау. Мынау доп былай қарай келді да. Сол мынамен мына екеуінің байланыстары негізінен слишком экстремально болып тұр. Мысалы 59-ші кадрда мына жақта тұр, 58-де мына жерде тұрса, 60 неге жақын болып қалды деген сұрақ болады. Септен кішкене араларын бүйтіп ашып қойсақ болады. 62-ші кадрды удалить етсемші. Емнен былай жылжытайын. Мынаны бір жаңалап жіберейін. 64 енді. 64-те мына жақ ұрылып шыққаннан кейін сәл ғана мына моментте, яғни 68-ші кадрда кішкене ғана airtime берсек болады, бірақ қатты емес. Өйткені оның все еще кинетикалық энергиясы қосылып тұр. Мына жердегі 64-ші кадр кішкене сендірпей тұр. Как будто былай қарай келіп, мынандай жермен түскен сияқты да. Ол бізде былай төбесінен келе жатыр. Мынаны үстін сырып қана өту керек та, былай қарай. Буп деп. Сол себептен 64-ші кадр кішкене сендірпей тұр. Оны біз былай қарай жылжытсақ. Алпыс жетінші кадрда бәлкім мына жаққа қарай келсеш. Adobe-тың мынандай жердегі қызығы ол мынандай да. Қарап тұрсаңыз, мына платформа бар ғой, көк. Осы платформаның үстінің мына жеріне тию керек болатындығын бізде. Бірақ біз мына жақта таймингті кішкене өзгертіп, мына жақты тез қылып салдық та. Тез қылғаннан кейін, ол былай қарай ұрылғаннан кейін ары қарай баяулау керек. Яғни ол мына жерден мына 62-ші кадрдан былай қарай түскен кезде кішкене баяулау түсу керек. Біз тездетіп жібергеннен кейін мына жерде ол нәрсе сендірпей тұр да, неге ол тез келе жатып именно мына жерге ұрылғаннан кейін баяулап кетті деген. Яғни анимацияның сол жері кішкене күрделірек те, отырасыз қалай жылдамдықты қай жерде көбейтіп, қай жерде азайтуым керек деген сияқты. Мысалы мына моментте бізде ол доп былайынан деп өтті ғой. Деп. Осының шыққан моменті кішкене мына аумақты біз өте көп твик жасап жібердік та, содан кейін бар общий картинаны қарай алмай қалдық. Тағы бір қарап жүрейік. Мына жаққа біз кішкене болса да салмақ емес, жылдамдығын кішкене ақырындатайық. Ол үшін біз мынаны осылай қарай келсе 59-ші кадрды біз сәл баяулатамыз. Алпысыншы кадрда бәлкім ол мына жақта болады. Кішкене жоғарырақ болады. Сонда ол доп былай ұшқан кезде кішкене жоғарылау дугамен ұшады да. Елу жетінші кадрда кішкене жоғарырақ қойсақ. Яғни мына 72-ші кадрға бетіп келіп қарайтын болсақ, жылдамдықпен келе жатты да, мына жаққа келіп баяулап қалды дейді. Деп отыр да. Бізге ол жаққа қаттырақ соғылу керек. 71-ші кадрда, ой, немесін дұрыс демедім. 71-ші кадр былай қарай алып келейік. 70-ші кадр болып кетті қазір.
70-ші кадр кішкене былай жоғары көтерейікші. Мына жылдамдықты мен кішкене былай дәлелдейім кеп тұр. Все еще make sense деген сияқты. Яғни ол былай қарай келді да, өтті, маған тиді, сосын барап, неге мына жерден мына жерге тиіп жатыр деген сұрақтар болса, мынандай дуга неғып кішірейіп кетті деген. Соны мен кішкене дәлелдейім кеп отыр. Жоқ, негізі жылдамдық все еще тез, нормально. Просто мына жоғары жағына қарай тиді деген сияқты. 67-ші кадрда мен былай қарай қойын. 70-ті мен мына жақта қызылмен белгілеп қойыншы, өйткені бұл бізде тиетін момент. 69-ші кадрды мен кішкене былай алыстатайын. 67-ні мен кішкене тағы былай көтерсем. Былай қарай тағы жіберейін. 65 пен 67-нің арасы өте жақын. Вот енді кішкене боста сендіртті. Мұнан бір жаңала жүрейік. Мінекейіңіз 69-ші кадрда бұл ұрылды жерге. Ұрылғаннан кейін оның реакциясы қалай болады? Бірінші кадрында, яғни ол былай қарай кетіпті, 72-де сәл былай қарай көтерсек болады. Және естеріңізде болса, ол жерге, мысалы жерге доп құлаған кезде былай қарай қатты тигеннен кейін осы мыжылған кадр ғой, скош. Одан кейінгі және оған дейінгі кадрда ол стретч болып тұрады, созылып тұрады топ. Яғни ол мынаған соғылған кездегі жылдамдықты көрсетіп тұр да. Егер біздің осы жердегі кадрымызбен, жерге тиген кадрмен келесі кадр екеуі арасы өте жақын болатын болса, онда ол как будто бір орында тұрды деген сияқты болады. Сол үшін мына соққының жылдамдығын көрсету үшін біз кішкене аралықтарын ашамыз, яғни спейсинг кішкене ашылады. Ол үшін мен ручной немесе мануально деймін ба? Мануально 70-ші кадрда бітіп кішкене былай қарай қоямын. Сонда бізде түк көріңіз ба? Кішкене соққы барды былай деген. 70-ші кадрда бұланы сәл ғана былай қарай жылжытайын. 72-ші кадрда бәлкім мынаның тура қасында болады. Мынаны бір жаңалап жіберейік, апдейт. Ал енді дуга былай қарай басталды. 71-шіде былай қарай жіберейік. 76-ның арасындағы мына жердегі кадр саны өте көп. Соны себептен бізде ақырын сияқты көрініп тұр да, байқасаңыздар, қараңыздар. Көрдіңіз ба? Ақырын болып тұр, оны біз сәл тездетейік. 2 кадр болсын, 2 ма? 2 кадр болады. 2 болмай қалады екен. Мына аралықты тездету керек. Мына 79-ші кадрда біз мынаның тура солатын жеріне қойдық. Тиген моментін, яғни мына тиген кадр ғой. R-ді басып қызылмен белгілеп қоямын. Осыны былай оқпайық. Так, давайте мынаны бір жаңалап жүрейік. Сүйегімізді белгілей аламыз да, содан кейін update. Столзы былай қарай жылжытайықшы. 75-ті де сәл ғана мынандай тұнық дуга болсын дегенім ғой, былай қарай келсін деп. 171-ді кішкене түсіруге болады үшін 75-те былай қарай тартайық, 79-ді сәл ғана былай қойық. О, мына дугасы енді кішкене түсінікті болған сияқты. Қайттың. Наралықты негізден пока что болдық десек болады. Енді мына жақта ұрылды 80-ші кадрда. 81-ші кадрда біз ручной
былай қарай жылжытайық, яғни ол соққыны көрсетейік. Жылды түх мына жақта 83 бізде airtime кішкене аралық кішкене жақын болса болады, бірақ мына 87 кадрдың арасы өте ұзақ, и біз оны airtime'ның жалғасы болғандықтан сәл былай жақындатайық. Мына 89 кадр бізде хит болатын жер, яғни соққы болатын жер. 88 кадрды жақындатайық. Соған ұрылатын момент екенін көрсету үшін. Мына жақта мынандай проблема болып отыр, байқасаңыздар. Мына жақта бүйтіп ақырын басылады да, мына жерге как будто соққы өзімен өзі ұрылып отқан сияқты да, мысалға. Мынандай екі бұрыш тұр ғой бізде. Доп былай қарай келді да, тиді. Сосын барып бүйтіп, деді да, мына жаққа қарай скорость тездеп кетті ғой, ұрып жатыр өзі. Ол мынадан болып жатыр да негізінен. Мына жақта байқасаңыздар, 81, 82, 83 және 84, 85. Мына жақтағы мына кадрлар, ол бізде аралар жақын және ол ауада былай плавно кетіп жатыр деген білдіреді да. 86 мен 87-ның арасын қарасаңыздар, арасы үлкен, салыстырмалы түрде үлкен. Сол себептен ол как будто доп мына үстіне келіп, өзі бүйтіп жаңғырып кетті да, өзімен өзі бүйтіп барып мынаны соғып жатыр деген сияқты. Бізге ондай керек емес, оны түзетейік, кішкене таймингпен түзесек болады. Былай жылжытып жіберсем. Все еще бар көресіз да? Өз бар ұрып жатыр. Мына 87-ші кадрды былай қарай жылжытайық ішке қарай. Шыққан моменті кішкене ұзақ болып отыр мына жері. 81-ді былай қарай жылжытайын. 83-ті мына жаққа қарай келсін. 85-те кішкене былай қарай. Так, ұрылғаннан кейін мына жақта да кішкене бүйтіп жылжытамыз. Қолмен жылжыттым. 91-дің арасы өте жақын. 95-ті былай қарай түсірейін. 98 бізде жерге тиетін момент. Қызылға белгілеп қояйын. 98 жерге тисе, 96 мына жақта тұр. Мынаны аралықтарын кішкене былай жылжытайын да. 96-ны мен қолмен былай қарай өзгертейін. Дуган түзу болғанын қарап отырмын қазір. Басынан бір қойып жүрейік. Иә, енді осыны қабылдай берейік. Ары қарай 98-ші кадрда бізде көтерілсін. Яғни бұл біздің уже өткен сабақта өткен мына доптың былай қарай четтен құлайды ғой. Сон принциптар ғой. Былай қарай көтеріледі. 99 екен, 99-да былай көтеріледі. 101-ге келіп, 103-ке келген кезде кішкене төмендесе болады да, 104-те дугасын түзеледі, 105-те соғылады. Қызылға белгілеп қояйын. Мынандай жалпы қызыл, көк әртүрлі түстермен бояп қойсаңыздар өздеріңізге түсініктірек болады. Қай жерде, қай не болатын. Чисто өздеріңіз андай шатас кетпеулеріңіз үшін жақсы индикатор да. 107-ні көрейік. Мына жақ баяулап жатыр. 104-те бізде арка слишком доға болып кетті.
106-та былай көтерейік. 107-де. Үстіне қарай келеді де. 109-да. Төмен түсе бастай ма? 111-де қызылмен белгілеп қояйық. Мынаның аралықтары барған сайын азайып отқан байқап отқан жарыстар. Мына жер кішкене сендіртпей тұр. Так, не үшін сендіртпей тұр, бір қара жүрейік. Түсіндім не екен. Мына жақта ұрылғаннан кейін, мына жақ мынандай екенін ұмытпаңыздар ғой. Осы бағытта тұрғаннан кейін, бұл жақтан ол кішкене кинетикалық энергияға ие болады. Сол кинетикалық энергиясы мына жаққа келіп жоқ болып кетті да. Сол себептен бізде ол как будто баялап қалған сияқты болып тұр. Соны кішкене түзеп жүрейік. Яғни мына жақтың дугасы мынандай емес, кішкене мынандай ерекшелеу, көбіректеу болады. Ол үшін біз мынаны кішкене былай жылжытамыз. Былай қарай, 105-те ол мына жаққа соғу керек. Hmm. 98 мен 99-ың арасы жақын екен. Бір нәрсесі дұрыс болмай тұр. 99-ды тілте салайыншы. Не болады екен? Бір жаңа жүрейік. Арасы өте үлкен болып кетті. 101. Тез болу керек екен. Тағы бір кадр қоссам шын жаққа. Осында екен мәселенің бәрі. Яғни біз бағана істеп отқанымыз, ол кадр саны негізінен аз болғаннан кейін, ол кішкене былай тұрпай көрінді да. Неге десеңіз, ол доп былай қарай тиген кезде, жерге тигеннен кейін, ол ары қарай тым тез болған сияқты болып кетті. Яғни былай қарай келді да, деп тез болып кетті. Сол аумақты біз кішкене ақырындатамын деп, сәл ақырын болып кетті, оны ары бері шұқып жүріп, енді қарасақ, ровно болды. Өйткені қарасаңыздар, мәкеңіз, бұл доп болғаннан кейін, бұл баунс жасайды ол кішкене жерден былай қарай көтеріліп. Сол моментті көрсету керек та негізі. Вот, некеңіз. Бір жаңа жүрек, апдейт пас. Яғни мынандай дуга болу керек тұғын. Ары қарай мыналардың дугалары өте жақын. Соны түзеп шығайық. 108-дікі былай. Осын жалғас болу керек қой. 109 удалить ете тұрайық. 111-дікі мына жақта болса. Яғни осының кішкене байулаған түрі керек та бізге. Енді мына жақтағы тайминг ауысқандықтан артындағылардың барлығын түзеп шығуымыз керек болады. Бәрін белгілейміз, жылжытамыз. 113-те мына жақта болсын. Бұл бізде жерге тиетін кадр, сол үшін қызылмен белгілеп қойғанмын. Енді барған сайын бұның баунстары да кішкене нашарлай бастау керек. Сонына екінші дугасынан түсіндірсек болады.
өткен сабақта біз мына топтың құлағанын түсіндірген кезде айтып едік қой, допты құлаған кезде ол идеальный парабола ретінде болмайды да, ол бізде кішкене мынандай қиғаштау келген арка болады деп. Дәл қазір мынау кішкене парабола сияқты болып отыр. Сол параболаны кішкене бір-біріне сәл жақындатайық. Яғни мына дистанция, мына дистанцияның жартысы сәл көтерілсе, жүз он бесте былай қарай әкелсек, 114-те жақта болады. Енді ары қарай осы жерден 117 емес, 119-да соғылады екен. Біз оны 123-ші кадрды біз жерге соғатын кадр десек, мына кадрда ол жоғары көтерілсін. 117 бізде 116 болып кетеді. Ол көтерілген моментін көрсетеді, бірақ баяу көтерілу керек. Күштің бәрін жеп қойды. Жер бірақ кішкене не толып тұрған сияқты. Давайте кішкене таймингпен шығып көрейікші. Аха. 108-ді сәл көтерейік үстіне қарай. 104-ті сәл көтерейік үстіне қарай. Алтында сәл көтерейік үстіне қарай. Одан кейін ары қарай мына жақта дәл қазір мен кинетикалық энергия мен потенциал энергиясының екеуінің арасында балансында отырмын да. Соның кесірінен мына жақтағы добымыз дұрыс оқылмай жатыр. Айтқым келгені сол екеуінің пропорциясын дұрыс есептемегеннен добымыз кішкене сенгісіздеу болып тұр. Вот более-менее болған сияқты енді. Мына жақта ұрылды, одан кейін көтерілу керек сәл. Бұл жаққа енді біз мына 124-ші кадрға кадр қойдың қажеті жоқ сияқты, ол кезде уже более равномерный сияқты кетеді да, артына барған сайын. Қойылған ключтарын айтамын. Мына қызмен билейсің. Окей, тез болып қалды мына жер. Енді мына жақта біз 124 емес, 125-ті мына көкпен беле қойын, яғни жоғарыдағы точкасы деген 125-ті былай қарай тартып кесеміз. 127 бізде. Кинетикалық энергиясымен бір емес, дұрыс емес болып тұр мына жерде. Яғни мына бағытта жылжу энергиясы да. Давайте граф эдиторды көмекке шақырайық. Граф эдитор бізге көмекке кел. Яғни біздің мына жақтағы кинетикалық энергия дегеніміз ол бізде X оси болу керек. Сынап көрейік. X оси екен. X осин ғана қалдырайық. Alt H. Вау, мына жақта дугаларымыз, конечно.
бір түрлі болып көрініп тұр. Яғни кейде мысалы мына жақтағы байқап отырсаңыздар, арасындағы кадрлардың қойылымы кішкене өзгешелеу да. Мысалы мына жаққа келіп, ол тіке мына 62-ге кетіп қалып жатыр да. Неге мынандай арасындағы 61-ші кадр мына жақта тұрған жоқ? Немесе неге мысалға мына жақта мен бағана 124-ші кадрды ручной қойдым ғой, оған дейін былай тұрған еді да ол. Неге ондай болып қалды? Соның барлығының жауабын бізге граф эдитор береді. Граф эдиторды қарасақ, бұл жақтан негізінен барлық информация көріну керек. Мысалға, мына жер кішкене осы жерден бастап мына жерге дейін мынандай түрде келу керек. Так, нормалайзды басшайыншы. Так, жерге ұрылсын мына кадрда. Ары қарай көтерілді. Кей кезде кадр саны көп болған сайын сіздермен жұмыс істеу қиын, мынандай граф эдитормен жұмыс істеу қиын болып қалады. Сол себептен мына жақтан қарап көріңіздер, Polishing кезінде ол кілттің көп болған сайын жақсы емес, наоборот, кей кезде кілттің аз болған сайын сіздерге көмектеседі. 97-ші кадрға қалдырсақ, бұл бізде X осына қатты көмегі жоқ, удалить етсек болады. Мынанда удалить етсек. Сол кезде бізде не өзгерді? Ештеңе өзгерген жоқ. Яғни мына жақтағы біздегі Y осының информациясы сақталады да. Мінекеңіз. Ал X осындағы 1-2 кадрды удалить етіп тастады. Мінекеңіз мына екі жердегі. Яғни кей кезде мынанда қалдыруға болатын кездер болады. Удалить етіп тастайтын. Мынаны удалить етіп тастасам. Мынаны мен вектор жасап жіберсем. Мінекеңіз бұл да қалудың мәні жоқ та. Сол себептен алып тастасақ та болады. Алдымен X-іміздің жолын тауып алайық. Y-ті өшіре тұрайық. Жақтағы әрбір андай мини движениялардың барлығы шешеді да негізі көп заттарды. Соны өте мұқият болуларыңыз керек. Әсіресе мына доптың ең соңындағындай бар ғой, түк деген болды. Соны жасау, сенетіндей жасау ол кішкене күрделірек та. Мынандай тух дегендер жасау кішкене жеңілірек болған. Олмен салыстырғанда, өйткені ол қысқа уақыттың ішінде көп баунстар жасайды да. И вот соны біз сендіртіп жасау кішкене күрделірек болады. Қакесін. Сәл көтерейін да. Так, ол мына жақта келді. Енді мынаның энергиясын сәл ғана азайтайық. Ашыққа дейін келсін. Мына бір жаңа жүрек апдейт. Мынаның орны да не то екен. Яғни бұлар андай плавно келу керек бір-біріне. Жақсы. Мынаны бір апдейт жасап жүрейік. Мінекеңіз көріңіздер, дугасы кішкене азайғандай болды. Мынаны біз Y осымен осының доптың былай қарай түсіп келе жатқан X оси, яғни біздің физика тілімен айтқанда кинетикалық энергиясының қозғалыстарын энергиясын аттап отырмыз. Мысалы, мына моменттегі мына
үшкір жерін одан әрмен үшкірлеп жіберсек болады да. Енді 9-шы кадрды удалить етіп жіберемін. Мына жаққа вектор десем. Көрдіңіз ба? Кішкене удар басқаша болды да. Мына жаққа келгеннен кейін ары қарай бізде тоқтап қалмайды доп. Былай қарай келеді де, қайтадан доп шет шақырайық. Мына жаққа келеді. Мынаның арасы кішкене жақындау сияқты. Мына жаққа қарай тисін айталық. Мынаның арасы былай болса. Мына былай келмейді екен. Мына бұрышына тие салсын. Бір апдейт жасап жүрейін. Мынаған тигеннен кейін ол доп кішкене ақырындап артқа қарай жылжи бастайды. Яғни мынаған тиді ғой бұрышына. Доп мынаған келгеннен кейін ары қарай кете алмағаннан кейін ол энергиясын мына стена тозады да ары қарай мына бағытқа қарай жібереді. Сосын ақырындап мына жаққа барып тоқтап қалса да болады. Ой, ақырындап десем. Давайте граф эдитора кірейік та. Осының x-ін қайттан бір қарап шығайық. Нормализация өшіре салайық. Нормализация өшіріп, осы аймақты белгілеп, мен нүктені бассам, сол аймақты бүйтіп ортақтандырып береді. Бұлай қарай ұрылсын. Түк. Басын бір қарап жүрейік. Мына соңғы жағы өте жоғары болып кетті. Сүрейік астына. Векторға жүрсекші. Вектор келмейді екен. Айталық, мына жаққа қарай кесінді. Мына жақта кішкене жылдамдық қосылғандай болады. Бірақ барған сайын ақырындайды. Осы нәтижемізді қабылдайық. Ары қарай мына жерге келген кездегі кей жерлерін түзеп жіберсек болады. Мына жерде мысалға мына жаққа келгені. Бізге енді кішкене Y осына назар аудару керек. Мына жақта вектор айналдырайық. Вектордың бағыты бірақ былай емес. Мына жерде былай болып тұрса, ұрылды. Мында вектор айналдырсаңшы. Төмен қарай түсірсек. Ұрылсын.
мынау түсіп келе жатқандағы кинетикалық энергиясын сәл көтерейік. Қаттырақ ұрылатын болады. Мынаның былай қарай келе жатқан жылдамдығы тезіректеу болу керек. Сөйтіп мынаның x-ті кішкене түсіреміз. Жалпы осымен біз қанағаттансақ болады. Енді біз доптың локейшнын анықтағаннан кейін барлық локейшнның қозғалысын жасап болдық. Енді доптың ротейшнына кірісейік. Яғни доптың айлануына. Бізге мынау керек емес уже. Рахмет motion paths өшірейік. Мынадан басқасын бәрін скрит едік. Енді бірінші кадрдан бастап бұл доптың айналғанын сендіртейік. Яғни үшін біз алдымен мынаның тиген моменттерін анықтауымыз керек та. Сол тиген моменттері ол бізге өте маңызды, өйткені ол доп тигеннен кейін оның ары қарай қандай бағытта баратыны ол сол бағытқа қарай айналады. Қазір негізі жасаған кезде көрсетемін қалай болып жатқанын. Ол үшін біз алдымен соны тиген жер болатынса R мен қызылға белгі қояйын, сосын маркермен M дей салайын. Мынау жерге тиді. Мына жерге тиді. M. Мына жер M. Барлығына бүйтіп тиген моменттерін қойып шығайық. Ана жақ уже қатты маңызды емес. Так, енді біз добымызды алып келейік. Доп қайда? Бірінші кадр алып келсек. Мынадан басқасын бәрін скрит етейік. Яғни біріншісі ол біз мына жаққа дейінгі айналғанын сендіртуіміз керек. Мынадан кейін арғай ол ауада болады. Осы бірінші кадрдан кейін. Осы бірінші кадрға дейін біз 3D курсор емес, medium point. Бұл доп алдыға айналып атқаннан кейін бұлны біз сол доптың бүйтіп айлануы бойынша біз сол жердің үстімен домалап келе жатқанын көрсетуіміз керек. Бұл да локейшн сияқты күрделі жұмыс. Бүйтіп примерно бұрып көрейік. Не болады екен? Сендіртпеді. Жаққа дейін болсашы. О, уже біреңе бар. Ана біз егер лайнерді қойсақ ше. Келмейді екен. Бұлай шешейік онда. Басама ретінде ақырынырақ басталды. Мына жерге дейін дұрыс болды. Біз осы жерге дейін дұрыс болса, ай деп кілт қойып осы жерге. Одан кейін 23-тен ары қарай мына жерге дейін болды да. Сәл ғана қозғалыс болды. Егер визуальный түрде бізге көмек керек болса, мынандай бір grease pencil ашайын да. Аннотацияны біз мына жақта доп тұру керек та, мына жері.
Дегеніңіз көрсеңіздер, мына жақтан ары қарай кетіп қалды да, ол олай болмау керек. Нарса локейшнда үлкен өзгеріс болып кеткен, сол үшін сондай болып қалды да. Бұлай ары бер жылжығандан. Сол үшін локейшннан кейін жасалған дұрыс, бұл локейшн, ротейшнның. Так, мына жерде бізде уже мына жер pivot point болады. Осының бойындағы мына жерді ұстауым керек точканы. Осылай болады сонда. Топтың, яғни мына жеріндегі босы линиясы осыған тіреліп тұру керек, мына точкаға. Түсті астыға. Енді осылай қарай айнала бастасын. Примерно бүйтіп қоя салайық. Не болады екен. Ауада кішкене айланғанын қалап тұрмын да, өйткені ол ауа кедергісінен жүзіп өтіп бара жатыр ғой. Сол себептен бұл доп айлану керек та, кішкене. Әсіресе мына жерінде кішкене мынандай движение берсекші. Келесі мына кадрда оны кішкене әсірелеп жібереміз. Сол кезде кішкене қаттырақ айналдырсақ болады. Кішкене қаттырақ айналдырайық. Бұндан да кішкене қаттырақ айналдырсақ болады шығар. Енді мұны ұрылғаннан кейінгісін кішкене интересный болу үшін бұл ары қарай былай қарай айнала бермейді, керісінше айналсын да. 41-ге келді, ұрылды. 41-ге ұрылды, мына жақта біз қызылмен белгілеп қояйық. Төбе жағында кішкене бір нәрсе дұрыс емес болып тұр. Мына тоқтап қалған жерінде. Яғни доптың мына бір кадрда ұзақ тұрып қалғаны кішкене странно тудырып жатыр да, странность дейді ғой. Доп айланып келіп, мына жаққа қарай келді де тұрып қалды, сосын барып айланып жатқаны кішкене оңтайлы болып тұр. Сол үшін біз мынаны кішкене болса да әлге дейін айланып жатыр дегенді көрсетіп жатырмыз мына жақта. Кішкене G мен бірдемесі дұрыс емес болып жатыр ау. Қазір Alt-H, G. G-інде екен бірдемесі дұрыс емес. Ақырын домалап басталсын. Енді дұрыс болған сияқты. Қайтадан ротейшнны белгілейміз да, барлығын өлшеміз. Енді түзейік қайтадан. Так.
Мына жерде 21 кадрда былай қарай келсе, ол да дұрыс келіп жатқан жоқ сияқты. Мінекейіңіз мына жақта болатын болса, осы доптың мына жері айналып келген кезде осы жерге тию керек. Анда мен локқа алып қояйын осы жерін. Пока что дұрыс. Мына жерінде уже қате кетті. Былай қарай болу керек. Мына жерде доп аспанға ұшып кетті. Аспанға ұшпа, жерге түс дейік. Жерге түс. Жақта да жерге түс. Ұшып кетті мына жерде. Да. Қалдырамыз. Бағана скоростьіміз жоғалып кетті, кішкене қосайық. Қатты болып кетті. Бірнеше айналып кетті. Граф эдитор көмекке кел. Граф эдитор шақырайық. Мына жақтағысын біз. Я. Мінекейіңіз болды. Кей кезде ұмытпаңыздар, Potion кезінде граф эдитор сіздің ең жақын досыңыз болады. Енді бұл доп былай қарай айналып келе жатса, соғғаннан кейін керісінше айналсын да. Қызық болады. Ұрылады. Мына жаққа келген кезде наоборот айналсын. Мына жерге дейін. Мынамен түссін да. Осы жерге дейін біз граф эдиторға қарап мән беріп жүрейік. Ұрылды. Ұрылғаннан кейін V деп жіберсек болады. Қатты бұрылу керек та бұл сол кезде. Жоғары қылсақ. Резко ауысады да бұрылғанына. Мына жерге түсті. Енді осы жақта біз кішкене по кадрға жұмыс істейміз, өйткені локейшнда да солай істелінген. Былай келсе 53-те мына жақта болса, бұлай айланса, бұлай кету керек, дұрыс па? Қандай қызығы? Өздеріңіз как будто соны шынымен қой айналдырып отқан сияқтысыз. Мына үстіне шыққан кезде мына моментте кішкене айландыру сияқты. Өте тез болып кетті, содан оқылмай жатыр қазір. По кадрға қарасақ негізі оқылып тұр, бірақ бізде по кадрға қарамайды адамдар. Сол себептен оны біздің анимациямыз оқылатын болу керек қосылыс кезінде. Граф эдитор. Артқа қарай соғылды. V вектор.
негізі мына жерден бастап уже кішкене оқылатын жасауымыз керек та. Ауыстырса жүрек осылай. Яғни бұл кинетикалық энергиямен қатты кетіп бара жатқан кезде бүйтіп тез айланып кетпеу керек. Ол мынандай жылдамдықпен келген кезде такой кинетикалық энергиясы артып жатыр ғой. Сол себептен ол қатты айлана қоймайды да. Мүмкін ол күш азайған сайын бүйтіп ақырынырақ айналады. Ал тез айланып жатқан кезде, жылдамдық тез кезінде ол қаттырақ айланады. Оның бәрін оқылу үшін біз кішкене иллюзиялар жасауымыз керек. Сана былайға келген кезде бұл доп келесі кадрда былай емес, осы күйінде айнала берсеш. Осы күйінде айланса кішкене. Сәл көтер жүрейік. Мына жерге тигеннен кейін давайте тағы да керісінше айналып кетсін. Ой, 0. Кетеді де, мынада, мынамен ұрылсын. Жер қызылмен белгілеймін. Қатты айланып кетті. Осымен түсі. Граф эдитор шақырайық. Бізде ұрылған жер болса, вектор. Доптың айланысы кішкене оқылмай жатыр. Тағде соны кішкене тағы да оқылатынайға апарайық. Әсіресе мына жеріндегі мына кадры. Оқылмай жатыр, өйткені жоғары жағында ақ болды да, астыңғы жағында қызыл болған. Біз соны кішкене қалдырайық. Тигеннен кейін осы моментте бізде кішкене уақыт бар екен. Сол себептен кішкене былай беріп көрейік, не болады екен. Енді мынаған дейін сәл ғана айланса жеткілікті. Осылай ғана. Мына моментін біз вектормен беріп жіберейік. Вектор. Бет көтеріп жіберейін. Тигеннен кейін қайттан мынандай айлансын. Келеді де, мына жерде керісінше.
мына аймақ негізінен сендер деп тұр. Тезбей қойсақ та болады. Ұрылғаннан кейін төбеде мынандайға келсін. Так, мына жерге тигеннен кейін енді ары қарай бұл үшбұрыштың бұрышына тиді ғой. Содан кейін ары қарай кері бағытта айналады да. Былай қарай кетті. Бұнымызды былай қарастыра берейік. Кетті. Жүз елуде тоқтай ма? Қай жерде тоқтаушы еді ол? 148-де тоқтайды екен. Так, бір ключ қосылайын. Shift H. Мына жақтан тоқтап, қайттан кері бағытта сәл ғана жүрсін. Бұл бізге кішкене болса да реализм береді. Аха. Так, мынаны барлығын белеп, былай қарай жылжытайын. Түп. Ал енді анимациямызды бір қарап шығайық басынан. Жаман емес. Осы анимациямызды одан әрмен күшейтейік. Stretch and Squash'тың арқасында. Так, енді басынан қараймыз, қай жерге керек Stretch and Squash. Әрине, мына жерге, міне, мынау, дәл ұстаппын ғой. Осы кадрға ұрылу керек. Ұрылған кездегі Stretch and Squash'тың бағыты кішкене өзгешелеу болады. Біз бүйтетін болсақ, кішкене сенгісі ғой, дұрыс па? Мына заттың өзін тұратын болса, ол бүйтіп ұрылған кезде бұл қалай мына ішіне кіріп кетті деген. Сол үшін мына заттың формасы қандай болса, соның формасын қайталайтын болады ол. Және ол келесі кадрда қай бағытта ұшатынын анықтайды. Так, мына жерде ұрылса, біз мына жасыл, мынау және мынаны қалдырайық. Мына жерде ұрылады. Мінекеңіз. Осы жерде ұрылсын. Осы жерде шығар ең қатты Stretch and Squash. Мына жаққа біз ключ қоймағаннан кейін осындай бір түрлі болып көрініп тұрды. Құлаған моментіне дейін біз кішкене осы арканың бағытымен біз мына локейшнға motion path есептеп берейік. Осының бағытымен біз қозғайтын боламыз Stretch and Squash'та. Яғни осылай болып тұрса, 40-шы кадрда бізде осылай созылсын.
оған дейінгі кадрда болмай қойсын. Одан кейінгі кадрларда кішкене мынандай көтті. Ой, қайда барасың? Сол жерек, мінекей оның дефолтный мына болса, содан сәл ғана созамыз. Осы жерге келген кезде өз орнына келсін. Тура сол сияқты мына жақта да екі кадр. Тук. Битсекші. Мынандай түскен моменте негізі stretching squash болмайды, бірақ біз оны кішкене әсірелеу мақсатында былай беріп көрсек болады. Себеп бір көрсетіп жіберейін. Мына затты біз былайынан алып, мыжып жіберсек, осы заттың бойымен былай жоғары жылдамдықпен көтеріледі деген сияқты көрсетіледі. Яғни бұл жақтағы біздің мына доптың былай мыжғанымыз, ол осы доптың мына С деген сияқты арканың бойымен былай тез жылдамдықпен деп өткен сияқты көрсетіледі. Ол әрине бізде дәл қазір керек емес, бірақ осындай эффект жасауларыңызда болады деп жатқаным сіздерге. Ол более мультяшностьті береді. Мына жерде біз бүйтіп мыжатмасақ, келесінде осылай мыжылсын да, мына жақта өз қалпына келсін. Яғни сонда былай қалдырып қойсақ та болады екен, негізі қызық көрінеді екен. Мына жақта stretching squash болмайды, өйткені ол кинетикалық энергиясы, потенциялық энергиясы нашар. Сол себептен ол қатты мыжыла кетпейді. Осылай кетті де, бірақ мына 69-ші кадрда болады, бірақ қаншалықты болады, соған назар аударайық. Мына жерде біз стретчті де қатты бермей қояйық. Стретч берудің де қажеті жоқ, мынаған біз сәл ғана сквош берейік, осылай ғана. Болды, жетеді. Мына жерде орнына келсін. Мына жақта қаншалықты керек? Сәл ғана берсек болады. Мынағанда сәл сквош стретч беруге болады. Мына жерге. Неге десеңіз, бұл кішкене болса да үдеуді игерді. Так, мына жақтан мыжылсын. Мынауының бағытында. Сәл ғана. Қатты емес. Сәл ғана. Келесі кадрында уже орнына келсін. Мына жерде сәл ғана берсек болады. Сквош берсек болады, стретч керек емес. Мына жерде өз орнына келесіз. Мына жаққа берсек болады, бірақ тағы да беріп қайталаймын, сәл ғана. Болды, жетеді осы. Келесі, мына жақта өз орнына келеді. Мына жақта уже берудің мәні жоқ, өйткені мынаның өзі, мынаның формасымен бірдей болып тұрды, сол үшін stretching squashты бере берудің де мәні жоқ. Ал енді басынан бір қарап шығайық. Мына жерде почему-то stretching squash кішкене сендіртпей тұр адамды. Бетекші. Мына жақта қатты солып кеткен сияқты.
осындай ғана эффект берсек жетеді. Оп, 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 оп. Туш. Так, соңғы бір мәрте қарап жейік та, сонымен сабағымызды тәмамдасақ болады. Қанекейіңіз көрейік. Керемет. Бүгінгі сабақ қалай өтті? Сіздерге ұнады ма? Бүгінгі сабақта үйренгеніміз ол осы доптың осындай кедергілерден өткен кездегі энергиялардың қалай бірінен екіншісіне өтуді өттік. Яғни егерде кезінде сіздер физика оқыған кезде түсінбеген кинетикалық, потенциалдық деген энергияларды біз осы жерде қолдандық барлығын. Осы жерде кішкене түсініктірек болған шығар сіздерге. Біздің Ара Академия YouTube арнамызға тіркеліңіздер. Мына файлдарды, доптардың барлығын біз ссылкасын неге жазып қоямыз? Description дейді астындағы видеоның астына жазып қоямыз. Сабақты қайталауға тырысыңыздар. Сабақ ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Дизлайкты міндетті түрде фидбак ретінде комментарийға жазып қойыңыздар. Біз оларды ескеріп, келесі сабақта одан да сапалырақ видео шығаратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар бізге. Біз оған міндетті түрде жауап береміз. Сіздермен болған Нұрбек, сіз болып анимация шыңын бағындыра берейік. Келесі сабақта кездескенше.